Саламатсыздар ма? Мінекей рабочий столға видео мен слайд деген папка аштым. Соның ішіне қажетті видеомыз бен слайдымызды қоямыз. Папкада болу керек. Және де біреуге переслайд еткен кезде, жіберген кезде осы папкамен жіберген дұрыс. Әйтпесе видеолар көп версияда, төменгі версияларда, презентацияның төменгі версияларында ашпай қалып жатады. Мінекей PowerPoint-қа кіресіздер. Мінекей вставка кіреміз. Вставканың ішінде мультимедиа деп тұр. Осы жерден видеоны таңдап, видео на компьютере басасыздар. Жаңағы сіздің рабочий столда тұрған видео слайдтағы видеомызды қоямыз. Мінекей қойылды. Размерін кішірейтіп, өзіңіз қалауынша қоясыздар. Сөйтіп, пока слайдан басасыздар. Және видеоны шерткен кезде жұмыс жасап тұр. Сохранить деп шығасыздар. Және біреуге жіберген кезде осы папкамен бірге архивтап, осы папканы жібересіздер. Мінекей добавить в архив деп, сол архив файлды жібереміз. Сонда видеомыз жақсы жұмыс жасайтын болады.